Alo, жиен, келе жатсың ба? Мен сенің мектебің алдында отырмын. О, жиен, қалай жағдай? О, нағашы. Иші, бәрі аман есен ба? Әпкем жеңгем қалай? Жақсы. Сабағың қалай? Жақсы. Үй-іші бәрі аман есен бе? Аман есен. Нағашы, қыдырмадық па? Қазір менде ақша болмай тұр. Айлығым түскенде бір сені жақсылап қыдыртамын. Уайымдамаңыз, менде ақша жеткілікті. Сенде ақша қайдан жүр? Маған әкем әр бес алған сайын ақша береді. Апаң сағынан ауылдан азын-аулақ құрт айран беріп жіберіп еді. Мынау пакетті сіздікі ме? Жоқ, ол пакет менікі емес. Менікі тек мынау сөмке ғана. Онда өзімдікі болды екен. Ішінде тамағы бар екен. Анау аула сыпырып жүрген апаның кіші ғой. Нағашы, менде бір зор идея бар. Мынау пакетті алып қойып, сонда болады. Ей, жиен, не істеп жатырсың? Үлкен кісіні әбігерге салғаның ұят болар. Менде одан да зор идея бар. Қандай? Сенде қарызға 500 теңге шыға ма? Әрине. Менде де 500 теңге шығады екен. Айлыққа дейін бір нәрсе қылып шыдармын. Мынау ақшаны пакеттің ішіне салып қойық. Сонда зор болады. Жиен, апа келе жатыр екен. Жүр, көрінбейтін жерге барып тығылайық. Салды екен. Ақшадан қысылып жүргенімде жақсы болды ғой. Кім салды екен? Осы салған баланың ата-анасына мыңда бір рахмет. Бала шағам қуанып қалатын болды ғой. Құдай берем десе береді екен ғой, қиналып тұрғанда. Естідің ба жиен? Бір жақсылық жасап едің, ата-анаңның амандығын тілеп жатыр. Жамандық жасағанда қарғайтын ба еді? Иә, нағашы. Бүгін сен әкеңе осы жасаған жақсылығыңдай алған бесіңде емес. Иә, айтайын. Жүр жиен, кеттік. Жиен, жақсылық жасау үшін бай болу шарт емес. Мейірімді болсаң жеткілікті. Мысалы біреуге жылы сөйле, үлкенге көмектесіп жібер. Соның бәрі қайырымдылық болып есептеледі.